Құрметті Қоянды ауылының тұрғындары, мен Қоянды ауылының әкімі Солтанбай Бақытхан келесі ақпаратпен бөліскім келеді. Қар су еруіне байланысты су тасқынына ауылымыздың қазіргі таңда ешқандай үйге су кіру қаупі жоқ. Бүкіл Қояндының суы осы жерден өтетін. Мына временка уже міне іргесі уже су болған. Іргесі су болыпты. Мына жердегі крот қою үшін дейді, мына жердің суын помпамен тартып алу керек екен. Мінекей мына көшелер, қалай жағдайларың, 12-ші микрорайон көшесі. Арман қарап адамдар шыға алмайды. Ассалаумағалейкум, 4-ші микрорайон. Ана жылдағы суға кететін жер, судың потогы ағып жатыр, ар жақтан келіп. МЧС-тің өзі батып қалды қазір. МЧС-тің өзін құтқару керек болды. Мынау енді жылда осы жер көл болып жататын жер ғой. Судың потогы бірақ полный ауылға келіп жатыр. Бұл күн түн демей ағат, тоқтамайды. 4 микрорайоннан былай қарай ауылдың ішіне қарай кетіп жатыр. Мынаған техника жібересіздер ма? Или болмаса не істеу керек мынаны? Манжық Мәметова, 19-ға келдік міне. Мына көшенің қары. Міне қайталап айтайын. Мына көшенің қары заборның қары емес, заборның іші таза екен. Бұл кісілер өздері шығарған екен сыртқа. Мына жерден кіріп, мына үйдің ішіне бірақ сыйырыс болып кетіпті. Енді мен ол жерден шығайын. Манжық Мәметова көшесінде арық бар, бәріңіз білесіздер. Ол арық тоқтап тұр. Міне. Не туда, не сюда, кәдімгідей арық бар, әдемі тұрбалар салынған, бірақ арық тоқтап тұр. Соны ашу керек. Жігіттер отырмын, 1 сағат болды. Жігіттер не қып тұра шылан көтіктен отыр? Су ағып жатқан жоқ қой. Ана шылан не қып тұр? Сіз кемес па не? Ендегі ағызбайсыздар өз салтын. 1 сағат болды отыр ғой. Әлі күрекпен ағызып отырмыз, жарты сағат жұмыс істеп. Оны тұрғасындар сіздер. Енді ағызсаңыздар тез-тез. Келіп жатыр ғой су деген. Әлде өтірік отмостка ма мынау, анда барып бір қойып. Енді ағып жатқан көргем жоқ, ауылдың іші жүрміз мына. Су ағызып жатқан бір топта көргем жоқ. Енді қойсаңыздар ше. Сізден басқа осындай. Сіз үйде бар. Су жоқ. Мынау кетіп кіреді ғой уже қазір. Міне жайылып жатыр ғой міне. Ендіге қоймаймыз енді 1 сағат болды ғой. Мен көппен өзіміз жүрміз уже. Мына принцип туған жерде тұрады, мына жерде тұрады уже. Мен көшені тазалап жатырмын. Мен көшені тазалап жатырмын. Жоқ, мен азаматтық борышым көшені тазалап жатырмын. Просто 1 сағат тұрғандан таңқап тұрмын да. Шақасы қараймын. Бекен ағаның үйіне кіріп жатқан су. Сіздер айтқандай мына ішіндегі заборының еріп жатқан қар емес. Міне қараңыздар. Міне. Мына бүкіл көше бойында қардың суы еріп, міне бұрылып, ана жақ тоже еріп, мына жерге кіріп жатыр. Мына көшедегі қарды өткенде молдағылауға тазалаймыз деген тазаланған жоқ қой. Мына суды бір жаққа бұру керек. 4-ші микрорайон, жетіген көшенің соңы, орман жақ. Мына үйде жалғыз басты ана тұрады. Үйінде кәрт шалы бар. Үйінің жан-жағының бәрін су үймелеп қаған. Мына қарларды ары қарай сүріп беру керек сияқты. Мына жақ, мына көшесі. Үйінің жан-жағының айналасының бәрі су. Мына қарлар ерісе, үйіне су кіретін сияқты. Осы үйге көмек керек. Қарларын ашып беріңіздер, мына суын тарту керек. Су кіру қаупі жоқ, және де кіргенде жоқ. Бақытхан, әкім мырза. Срочно келе қалмасаңыздар, енді мынаны не істейміз? Үйге су кіріп кетті. Кеше ғана болмаған, мынаны көтере салдық.
Вообще невозможно. Там везде вода. Здесь су. Все, вода. Наступать невозможно. И вот здесь вода пошла. Вот все вода вот. Вот вода все стоит. Вот тут вообще невозможно пройти. Печку затопили, печка не горит. Да все, вода стоит. Вот. Все в воде стоит. Аллаға жағдай осы міне. Қояндының қарапайым халқының көріп отырған күні мынау міне. Үйді су алған. Міне. Бүкіл заты суға кеткен. Обал расын айтқанда мынау деген. Өзінің көп балалы ана әкімет срочно тревога. Мынаған жігіттерді жіберіп, хотя бы мына ішіндегі заттарын шығарысып, анау. Міне. Жағдай жоқ ол жерде. Обал болған екен. Мәселемізді де алып көрмедік қой шығарып. Бірінші класста балалары бар. Шапағат елімізді осылай сумен ашып отырмыз. Суымызбен. Үйімізге су кірді. Қайта үлгеріп бала шағаны киімдерді мына үстіне тастап үлгердім. Қарасаңшы. Бала шағаны аяқ киім бәрі су болды. Қайта үлгеріп бала шағаны таксиге салып жібердім да, ё-моё. Малы шығып отыр. Бәрін аяққа келіп отыр енді. Бәріне су келіп отыр жайлап. Ағып келіп отыр бір жерден, блин. Қаяқтан ағып келіп отыр мына су. Мұстафа Шоқай 51. Осыған шұғыл түрде көмек керек. Су алып кетіпті. Көмір үйінің іші су басып қапты, қайдан келіп жатқанын білмеймін. Улица Букинбай 1/3. 25 год, 24 марта. Выкачка. 6 рейс. Тут вот в Времянке дома заходила вода, тонну выкачиваем. Ешкілер жағатын жер бәші толып тұрсын. Уже 4 күн болды дейді. Шақырып жатты, ешкім келген жоқ па? 4 күннен бері ешкім келмеді ме мұнда? Жоқ, айтты келеміз деп үйді алып келеміз. Иә, 4 күннен бері ешкім келген жоқ дейді. 4 күн болды дейді шақырып. Вот последствия нашего паводка. Су басқан жағдайдың. Қойын деп тұр. Ал қазіргі таңда біздің нақты жасалып отқан жұмыстарымызды әлеуметтік желіде жалған ақпараттар тарату арқылы жоққа шығарып жатқандығын біліп жатырмыз. Иә, сәлеметсіздер. Міне қоян шаты, қоянды біздің ора жандосыма дейсіздер. Міне не болып жатыр? Мінеки жүре алмай қалдық. Мінеки үйіміздің алдына. Міне су кептілдеп кеп тұр. Уже еті сабақ басталады. Балалар қалай барады мінеки? Бізге келіңіздер. Ора жандосыға келіп, міне бір нәрсе төгіңіздер. Мәшинелер тұрып қалып жатыр.
әкім жолдас. Әкім жолдасы бәрі бар ғой енді сізде. Келіңіздер, мінекей. Мінекей, міне. Қазір міне шыға алмай тұрмыз осы жерден. Үйден шыға алмай тұрмыз, мінекей. Қайда барамыз, қалай жүреміз енді біз? Жолды салып, орталап тастадыңдар, мінекей. Жатыр, жолды аяқтамай. Әдемі бастап еді. Скорый шақырса да келмейді. Құдай ауыртпасын, бірақ шақырса келе алмайды. Это улица Баужанова маршрута. Пожалуйста, администрация, произведите какие-то действия, пожалуйста. Уже отзовитесь людям. Руку помощи протяните. Дети идут со школы по вот этой воде. Сколько мы здесь живем, 20 лет, за 20 лет ни одна помощь не была оказана людям на этой улице. Это что такое? Ни дороги не делаются, ни снег не чистится весной и осенью. Зимой дороги не чистятся. Весна сейчас пришла, опять вода на поток. Мы каждый год своими силами с ними боремся. Уже в домах вода у нас стоит. Құрметті ауылдастар, ресми ақпараттарға ғана жүгініңіздер. Бүгінгі таңда барлық шаралар жергілікті әкімшіліктің бақылауында. Рахмет назарларыңызға.